Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмі өте дәмді болып шығатын, дастарханға қойсаңыз ерекше көрінетін астың бірі штрудель тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, оның үстіне турап алған пиязымызды қосып, үстіне томат пастасын қосып жақсылап қуырып аламыз. Одан соң үстіне орташа көлемде кесіп алынған етімізді салатын боламыз. Еті тым майдаламаған жөн, осылай орташа көлемде кесіп аламыз. Етін мол қылып салсаңыздар, сонда біздің штрудель тамағымыз дәмді болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай су құймаймыз, осылай өзінің сөліне баяу отта қайнауы қажет. Етіміз дайын болғанға дейін қамырын дайындаймыз. Қамырына 1 шай қасық тұз, үстіне 1 жұмыртқаны қоссаңыздар да болады. Елеп тығындырып қойып қоямыз. Енді қайнаған етіміздің үстіне турап алған көкөністерімізді қосамыз. Мен қызанақ пен сәбізді қосып бетіне орналастырып қойдым, ешқандай араластырмадым ең басында. Енді қақпағын ашып, сәл қуырып алғаннан кейін асты үстіне араластыратын боламыз. Енді етімізге жарты кружка қайнаған суымызды құйып пісіреміз. Етіміз жақсылап пісуі қажет. Оғанға дейін күштен сәбізімізді өткізіп, қамырымызды жұқалау етіп жайып, бетіне сұйылмайымызды қосып, осылай жан-жағына бір келке етіп сұйылмайды жағып шығамыз. Күштен өткен сәбізді бір келке етіп қамырдың үстіне орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып шыққаннан кейін шетінен ала отырып дөңгелекше етіп орап шығамыз. Дәл осы видеодағыдай орап шығамыз. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін оралған қамырды шамамен 15-20 минутқа мұздатқышқа қатырып қойып қоямыз. Сонда тураған кезде өте ыңғайлы болады. Міне видеода көргендеріңізде кесіп алатын боласыздар. Енді мінекей көргендеріңізде біздің етіміз пісті. Оның үстіне аз мөлшерде картопымызды қосатын боламыз. Картопты тым көп қосып қажет емес. Оның үстіне қалауларыңызша ас көктерді қоссаңыздар болады. Келесі картопымыздың үстіне 3 ас қасықтай соевый соусымызды құйып шығамыз. Егер сіздерде соевый соус болмаса, онда қоспасаңыздар да болады. Дәмін келтіру үшін мен соевый соусты қостым. Одан соң енді дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, картопқа арналған дәмдеуіштер болса да қосып жіберсеңіздер болады, дәмін келтіріп тұрады. Енді барлығын жақсылап бір келке етіп араластырып аламыз, астынан үстіге айналдырып. Енді бетіне жаңағы дайын болған қамырымызды біртіндеп орналастырып аламыз. Барлығын орналастырғаннан кейін бетін жауып, шамамен 50 минутқа дейін бетін ашпай пісіріп алатын боламыз. Бетін мүлдем ашпайсыздар. Сол күйінде баяу отта 50 минут пісіріп аласыздар. Сонда біздің нанымыз да, картопымыз да барлығы жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Осылай дастарханға шет жағына қамырын орналастырып, ортасына картоп пен етімізді қойып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің штрудель асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ас болсын.